Жер жанаты Жетісу өңірінің бір маржаны Жасылкөл көлдері. Осыдан 300 жыл бұрын жер сілкінісі кезінде өзеннің арнасы таспен бітеліп, екі көл пайда болған. Қазір көздің жауын алар Қос Айдын Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркының аумағына енген. Туристердің іздеп келетін көрікті мекенді өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы да көріп қайтты. Атына заты сай, Жасылкөл теңіз деңгейінен 1630 метр биіктікте орналасқан. Бұл айдынның суы Балқаш көліне дейін жетеді. Өйткені ағыны қатты өзен арқылы Лепсіге құйылып, ал Лепсі Балқашқа құяды. Бұл жерге жету үшін жаяу немесе осылай атпен 3-4 шақырым жүріп өту керек. Көлге ең жақын орналасқан елді мекен Лепсі ауылы. Ол жерден Жасылкөлге тағы 20 шақырымдай жол талғамайтын көлікпен жүріп өту керек. Жолдың машақаты көп болғанымен тау етегіндегі сұлу айдынды көріп, шаршағаныңды бірден ұмытасың дейді бізге жол серік болған Раджив Барлаков. Көктемде күзде көлдің суы тұнық, мөп-мөлдір болып тұрады. Ал енді жаздың күні мұздықтар ерейді, содан байланысты су аппақ болады. Су мөп-мөлдір болғанда, мына ағаштардың түсі суға түседі, судың түсі жап-жасыл болады. Ал жоғарғы Жасылкөл төмендегі сыңарынан 50 шақырымдай алыс. Жолы тауы соқпақты. Тау-теке, қарбарысы, айсұмды тыстағылары мекен ететін жер. Биыл Жасылкөлдің жауһарын тамашалауға жылдағыдан 2 есе көп турист келген. Әсіресе шетелдіктердің қызығушылығы артып отыр. Алайда біздің сапарымызда саяхаттаушылар кездеспеді. Былтыр алдыңғы жылы болған жоқ болатын, биыл енді бір 100 шақты 100 адамдай шетелдік адамдар келіп отыр. Жақында Америкадан келгендер де болды. Жоңғар Алатау ұлттық паркінде осындай 10-нан астам саяхаттайтын бағыт 2 соқпақ бар. Келер жылы тағы 2 бағыт бойынша жол салу жоспарланып отыр. Оның бірі Жасылкөлге батыс жағынан баратын өткел болмақ. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.